Сот кабинеті арқылы үйде отырып-ақ арыз талаптарды сотқа онлайн режимде беру енді барлығына қолжетімді қызмет. Бұл үшін заңды және жеке тұлғалар электронды сандық қолтаңба жасатып, сот кабинетінде тіркелуі қажет. Ол сот органдарының қызметтері мен онлайн сервисіне кіруге рұқсат беретін жалғыз тетік болып табылады. Электрондық құжаттарды сотқа беру тәртібін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы сот органдарының ақпараттық жүйесінде оларды қабылдау, тіркеу және өңдеу тәртібін реттейді. Бұл сервисті ендіру жеке тұлғалар және олардың өкілдері, заңды тұлғалардың өкілдері сот кабинетінде орналастырған электрондық нысандарды толтыру арқылы электрондық құжаттарды сотқа ұсынуға құқылы. Бұл үшін көрсетілген адамдар сот кабинетіне тіркелу қажет. Ғаламторды пайдаланушылар өз өтініш талаптарын кез келген уақытта жібере алады. Бұдан басқа онлайн режимде мемлекеттік баж салығын төлеп, сот құжаттарымен қаралып жатқан істің тарихымен танысуға болады. 3-4 года назад Біз осыдан 3-4 жыл бұрын сот жүйесінде электронды формат дегеннің не екенін білмейтінбіз. Барлық арыз құжаттар тек қана қағаз жүзінде қабылданатын. Ал енді біз оларда қағаз күйінде де, электронды түрде де қабылдаймыз. Кездесуге облыстық және қалалық соттардың, прокуратура органдарының өкілдері, адвокаттар мен заңгерлер қатысты. Енгізілген жаңашылдықты жиынға қатысушылардың барлығы құптап отыр. Ендігі кезекте техникалық мәселелер ғана тұр. Буквально вчера я подавал исковое заявление. Мен кеше ғана жеке тұлға ретінде талап арызымды электронды түрде бердім. Кезекте тұрғанымды қоса есептегенде 30 минут қана уақытым кетті. Егер кезек болмаса, одан да аз уақыт жұмсалады. Бұл жүйе жеке және заңды тұлғаларға қолайлы. Бүгінгі күні жоғарғы сотқа 1000-нан астам арыз тілек түскен. Сот кабинетінің онлайн режимге қосылуы жемқорлықты төмендету және ең бастысы азаматтардың уақыты мен қаржысын үнемдеуге сеп болмақ. Мөлдір Тәңірбергенова, Александр Шереметьев, Ақпарат.